Ассалаумалейкум достар, Автолайк каналының кезекті шығарылымы достар. Бүгін бізде кезекті жолу ВАЗ 21 автокөлігіне достар. Біле білсеңіздер, біз бұны желтоқсан айында мемлекеттік сатылымнан, аукционнан 400 мың теңгеге жеңіп алған болатынбыз достар. Бұл көлікті егер біздің Автолайк каналда тіркеулі болсаңыздар, осы арнаға біз шығарған болатынбыз бұл автокөліктің алдыңғы түрін. Достар, біздің Автолайк каналын әрқашанда қолдап, ат салысып, біздің комментарияға өз пікірімен бөлісіп, болмаса бізге қандай да бір қолдау көрсетіп жатқан кісілерге мыңда бір рахмет достар. Егер осы ВАЗ 21 Нива автокөлігіне жасалған шолуымыз 100 мың қаралатын болса достар, келесі кезекте BMW пятерка автокөлігіне шолу түсіретін боламыз достар. Жалпы бұл автокөлік негізі енді не нәрсе болса да алдыңғы тарихын айтпай кеткеніміз дұрыс болмас. 1977 жылдан бастап өндіріске енген бұл автокөлік жалпы әлемдегі бірден бір 4 дөңгелекті 4WD деп айтып жатамыз ғой енді. 4 дөңгелегі бірден тартатын автокөліктердің ең алғашқысы болып осы Нива автокөлігі тіркелген. Бірақ бұл автокөліктің бірден бір кемшілігі 77 жылдан бастап өндіріске енсе де бұл автокөлік қазіргі күнге дейін қалай айтсақ болады сіздерге, аса бір ауқымды өзгеріске енген жоқ. Орыс автопромның мысалға ВАЗ автокөлігін өндірілетін зауытта қазір 2011 жылдан 2021 жылға дейін өзгерістер қарап тұрсаңыздар аса ауқымды емес. Оған кіретін детальдардың бірі мына алдыңғы шанақ бөлігі, бампер және радиатор торы. Енді қазіргі заманауи бұл көліктерге қондырылып жатқан айырбак, кондиционер болмаса басқа атап айтарлық ештеңе жоқ бұл көлікті достар. Неге екенін білмеймін, көпшілік жерде, ауылдық жерде шаруалар барлығы осы көлікке құмар да. Мүмкіншілігінше бұдан көре енді әркімнің өзінің қалауы. Жеке пікірім менің бұл автокөліктен қарағанда бір 15 жылдық иномаркіден мінген дұрыс деп ойлаймын. Негізі бұл автокөліктің бірден бір кемшіліктері бұл шанақ бөлігіндегі мынау көп жағдайда лонжерон деп айтып жатады. Бұл көліктердің осы лонжероны кеткен жағдайда бұған ешқандай мүмкіншілігіңіз жоқ та. Бұл автокөлікті қандай да бір дополнительный установка лонжеронын қаптасаңыз да керек болса жанына лист жасап беріп жатқан кассаправтар бар енді бұл автокөлікке. Бірақ сонда да бұл көліктің ең бірден бір кемшілігі осы лонжерон достар. Одан кейін 77 жылдан бері өндіріліп келатқан бұл көліктің қозғалтқышы. 77 жылы өндірілген бұл автокөліктің қозғалтқышы 1.6, ал қазіргі 2005 жылдан бастап бұл автокөліктерді инжекторлы моторлармен өндіріске енгізілді. Негізі Владимирский автомобильный завод бұл автокөліктің жалпы ұзақ атауы. Басқа да бұл көлікті енді атап айтатын кемшілік көп достар. Оның бірден бірі қазір көрсететін боламыз сіздерге. Ассалаумалейкум достар, егер сіздер осы жарнаманы көріп отырсаңыздар, сіздер автокөлік саласына қандай да бір қызығушылық танытатындарыңыз анық. Біз сіздердің назарларыңызда Шымкент қаласынан осындай керемет Ева көліктерді назарларыңызға ұсынамыз. Кез келген түсінен, кез келген автокөлікке небәрі 1 сағаттың ішінде дайындап беретін боламыз достар. Егер Ева Поли көңіліңізден шықпай жатса, онда біз сіздердің назарларыңызға 3D Евамен ұсынамыз достар. Бұнда кез келген автокөлікке заказ беру арқылы бізден ала аласыздар. Толық ақпаратты білгілеріңіз келсе, біздің Instagram канал болмаса астында WhatsApp нөмірге заказ берсеңіздер, біз сіздерге әзірлеп беретін боламыз. Достарым, жаңа айтып өткендей, бұл автокөліктің бірден бір кемшілігі мынау 1.7 инжекторлы мотор ғой. Бұның орнына мейлінше менің ойымша енді жеке пікірім, сіздердің ойларыңыз қандай екенін пікір алаңына қалдырып кетсеңіздер болады. Бұл осы 1.7 мотор бұл көлікке жалпы
бұл қозғалтқыш өте төмен деңгей береді деп айта аламын. Одан кейін радиаторы, яғни айтқанда бұл көліктің суытуына бірден бір дополнительно қойылған агрегатта. Бұл көлікте кемшілігі осы автокөліктердің меніңше мейлінше жоқ дегенде 2 литрлі бензинді қозғалтқышпен радиатор торын дәуғып шығарғанда бұл көліктер бұдан да жақсы сатылымға ие болатын бет деп ойлаймыз. Енді өзіміздің тақырыптан ауытқымай, енді 2011 жылғы жалпы бұл автокөліктің өндірілген жылы 2011 жылғы. Бұл көліктің жалпы бұрынғы бізге 400 мыңға алынған уақыттағы түрін біз сіздерге сөзбен айтып жеткізу қиын, достар. Достар, міне бұл Нива автокөлігінің алғашқы көрінісі. Жалпы біз бұны жаңа алдында айтып кеткендей желтоқсан айында Қызылорда облысы Бәйгеқұм дейтін ауылдың әкімшілігінен мемлекеттік сатып алу порталынан 397 мың теңгеге ұтып алған болатынбыз. Бұл көліктің алғашқы көрінісі осылай болды. Біз алып келгенде тіпті қараудың өзі қорқынышты түгіл бұл көлікке. Бұл көлікті әкеп, бұл көлікке жан беру негізі біз үшін бір күтпеген жағдай болды. Неге десеңіздер, біз бұл автокөлікті көрмей сатып алған болатынбыз мемлекеттік порталдан. Біз барсақ, бұл көліктің жарайтын жерлері өте аз болды. Біз бұл көліктің шанақ бөлігін ғана қалдырдық, қалғанның барлығын біз жаңадан орнаттық. Ішіндегі салон полный жаңадан. Шумоизоляция, виброизоляция, одан кейін баллон дискілері мен ходовой бөліктері, жүріс бөлік, мотор бөліктері полный жаңадан қойдық, достар. Бұл көлікті 400 мыңға алдық деген аты болмаса, бұл көліктің қазіргі тұрысы 2 миллион теңге ақшаға, біздің қазір өзімізге 2 миллион ақшаға тұрып тұр бұл көлік. Жалпы мынау әкімшілікте болмаса да басқа госоргандарда жұмыс істейтін кісілердің ол әдеті ғой. Қай автокөлігін көрсеңде 2018 жылғы автокөліктерінде байқасаңыздар, даже жарайтын көліктер аз арасынан. Темір ғой, жан жоқ қанша дегенмен. Болмаса үстінен түсіріп айдалада тастап қашып кетер ме бұл автокөліктерді. Достар, біздің еңбекті бағалап, біздің Автолай каналын әрдайым қолдап, біздің осы Автолай каналының келесі шығарылымын егер күтіп жатсаңыздар, комментария бөліміне мүмкіндігінше қолдау көрсетіп, өздеріңіздің ұнап жатса реакцияларыңызды қалдырып, лайк басып, ұнамай жатса дизлайк басып, максималды түрде біздің Автолай каналына қолдасаңыздар, достар. Жалпы мынау ВАЗ-21 Нива автокөлігін, достар, ішін байқасаңыздар, біз бұның көп жерін өзгерттік. Бұл автокөліктің оның бірі мынау орындықтары. Бұл автокөлікті біз мынау Hyundai Tiburon дейтін автокөліктен алған болатынбыз. Полный реставрация жасап, ішін жаңартып, енді мейлінше қолымыздан келгенше осы көлікке қайтадан өмір сыйлауға тырыстық, достар. Жалпы бұл автокөліктерде 5 сатылы механикалық қорап орнатылған. Оған қоса мынандай қосымша, енді әркім әртүрлі айтып жатады, бірақ енді раздатка бұл көлікте орнатылған. Раздатка. Оған пониженный повышенный, яғни жоғарғы жылдамдық болмаса төмендетілген жылдамдықпен осындай раздатка орнатылған бұл көлікке. Жалпы енді осы Нива автокөлігін ұнататын кісілердің бірден бір сүйіспеншілігіне бөленіп атқан осы раздатка болса керек, достар. Бұл көлікпен сіздер қала арасында жүруге өте қолайсыз. Бұл көліктің жалпы расходы негізі кітап бойынша 9 литр 700 грамм болу керек. Ал негізінде бұл автокөлікте егер сіз қала ішінде айдайтын болсаңыз 17 және 20 литрге дейін бензин тұтынады, достар. Сол үшін ләж болса мүмкіндігінше қала ішінде басқаша көлік алғандарыңыз дұрыс болады. 5 сатылы механикалық қорап, задний біреу, артқы төмендетілген жетек, полный привод, 4 вода. Басқа не бұл көлікте басқа атап айтатын ВАЗ-2107-ден артықшылығы жоқ, достар. Салонын қарап тұрсаңыздар, міне біз полный ауыстырғанбыз бұл автокөліктің салонына дейін біз жаңадан салған болатынбыз. Көрініп тұрған шығар енді барынша видеода. Негізі бұл автокөліктің өзінің 2011 жылғы болғанмен өзінің родной пробегі 67 мың жүрілген. Сол 67 мың жүрілген шақырымда, достар, алдында көріп кеткендеріңіздей видеодағыдай мүмкіншілігі жоқ машина алып тастаған ғой жалпы бұл көлікті.
енді Бәйгеқұм ауданының әкімшілігі көріп жатса, бұл көлікті танып жатса, онда өздері де білетін шығар. Мен алып кеткен кездегі жағдайымен қазіргі жағдайын салыстырып, ол кісілер де баға беріп кетеді деген ойдамын. Достар, ВАЗ-21 Нива дейді. Қараңыздаршы Ниваның артының. Кемшілігінің бір осы. Біз сияқты бойы 1.80 адамдар болса, осылай отыруға тура келеді. Негізі 5 адамдық. Біреулер хеджбек санатына, біреулер кроссовер, біреулер внедорожник сатына жатқызып жатады негізі бұл көлікті. Бірақ бұл көліктің арты мүмкін емес отыру. Мен өзім бұлай қатты Ниваны онша ұната бермеймін негізі. Мынау салонның кемшілігі, бұл мынау салонды тартқан кезде осыны дұрыс тартпауының себебі. Бұны қоя беріңіздерші, мынау сиденияны қараңыздаршы, айырмашылық. Артына отырсаң алдына отыра алмайсың, алдына отырсаң артына отыра алмайсың. Осындай кемшіліктері бар жалпы Ниваның. Тағы да біздің Автолайк каналынан қандай видеолар көргілеріңіз келеді, достар. Пікір алаңына қалдырып кетіңіздер міндетті түрде. Достар, Нива автокөлігінің жүк салғышын қарасаңыздар болады. Бұл жерде енді шамалап айтқан кезде бір 300 килограмм сиятындай орын. Мынау багаж ғана бөлігі. Бұл жерге шаруада жүрген кісілер ары кетсе бір 3 қой салады, 2 қой салады, одан артық басқа ешқандай пространство жоқ. Енді бұны сиденияны жатқызу арқылы көбейтуге болады, бірақ бұл автокөліктің салонына өте бір ыңғайсыз жағдай туғызады деп айта аламын сіздерге. Достар, міне Нива автокөлігінің жалпы 2011 жылғы Нива автокөліктерінде мынандай қосымша заттар болмайды. Бұған біз осы автокөліктің ажарын келтіру мақсатында осындай керемет шанақ бөлігіне бампер орнаттық. Оған мынандай приораның туманкасы и радиатор торын орнаттық. Оған қосымша мындай, енді көбісі айтып жатады, гранта құлақтары. Негізі бұл гранта емес, Ниваның өзінің, урбан Ниваның құлақтары. Достар, жалпы Владимирский автомобильный завод өндірушілердің бірден бір өздеріне ұпай жинауы осы шығар деп ойлаймын. Мысалға 2011 жылға Ниваның 2-ге бөліп қарайсыздар. 2011-дің 8 айына дейін обычный 21, 07, 01 запчастилер кете береді. Одан жоғары Chevrolet Ниваның запчастилер кетеді, достар. Бір қызығы осы Ниваға мен дополнительно орнатылған урбанның лай ұстағыштары, яғни брызговиктері, бұл көлікте 2011 жылғы обычный урбан емес Ниваларда бұл 1000 теңге тұрады. Айырмашылығы мен сіздерге айтып кетейін. Ал урбанның осы мына лай ұстағыштары қазір бізде тұрған 9000 теңге тұрады. Айырмашылығы 8000 теңге. Достар, Нива автокөлігінің бірден бір артықшылығы осы болар. Ауылды жердегі кісілердің ұнатуы. Толық жетекті автокөлік. Ауылдағы ойғырға өте төзімді көлік қой, бірақ енді бағанада айтып өткендеріміздей банжырғының өте сенімсіз бұл автокөліктің. Содан кейін көп жағдайда осы көлікті ауылды жердегі шаруадағы кісілер алып, бір 2-3 жыл мініп, содан кейін сатып жатады. Ол сатуының бірден себебі сол банжырон. Негізі көп адам оны атап бүйтіп айта бермейді. Кемшілігі осы болғаннан кейін. Достар, міне бүгінгі біздің өзіміздің кезекті шығарылымыз өз мәресіне жетті, достар. Біздің байқап тұрған шығарсыздар, Ниваның бірден бір кемшілігі де осы да негізі. Достар, біздің келесі шығарылымда қандай автокөлік көргілеріңіз келеді, қандай автокөлікті түсіруге кеңес бересіздер. Және де өздеріңіздің ой пікірлеріңіз болса, пікір алаңына міндетті түрде қалдырып кетіңіздер, достар. Сау саламатта болыңыздар, достар.